Бәріне сәлем, бұл кино әлем каналы. Махаббат ертегісі телехикаясының 35-ші бөлімін сіздерге қысқаша баяндап беремін. Бұл бөлім өте қызықты шытырман эпизодтарына толы болады. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, осы каналға тіркеліп кетіңіз. Күршат Махирге келіп, бүгін кешке дастархан басында жиналамыз. Мен саған барлығын түсіндіріп беремін дейді. Жанфиза Махирге айтқан сөзінен кейін өзін қатты кінәлі сезініп жылап отырады. Махир Рашидтің алдына келеді. Рашид Махирге неге ауруханадан шығып кеттің, отбасыңның барлығын әбігерге салдың ғой дейді. Махир маған солай жасауға тура келді дейді. Сол кезде Рашид, сен Орханның ауруханасын ауыстырыпсың ғой дейді. Иә, мен онымен қазір сөйлесуге келдім, ол ояныпты дейді. Махир, мен Орханның айтқан сөздерінің барлығын мына камераға жазып алдым дейді. Сол кезде Рашид шошып кетеді де, ол саған Бористің кім екенін айтты ма дейді. Махир осы кезде таң қалады да, жоқ, айтып үлгерген жоқ дейді. Сол кезде Рашид қолындағы құжаттардың барлығын көшірмесін маған жібере ғой дейді. Сөйтіп, тезірек жұмысқа қайта орал дейді. Мында Асаф мырза ауруханаға барып келген соң Махир жайлы айтады. Сол кезде барлығы сұрайды, Махирді таба алдың ба дейді. Жоқ, ол ауруханадан шығып кетті. Салихтен сұрасам, ол Салих екеуі Селимнің үйіне барып Жанфизаны алып кетпек болған екен дейді. Афет ханым, сонда Махир не ана Жанфизаны осы үйге алып келмекші ме дейді. Асаф мырза, жоқ, Махир Селимнің үйінен өзі жалғыз Жанфизасыз шығыпты дейді. Салихтен не үшін олай екенін сұрасам, ол маған ештеңе айтпады дейді. Осы кезде Севда ішке кіріп келеді. Гулизар орнынан атып тұрып, Сыланың жағдайы қалай деп сұрайды. Гулизар Севдаға қарап бір нәрсені сезгендей, Севда, менің Кемаліма бір нәрсе болды ма деп сұрайды. Севда не айтарын білмей, тыңдашы Гулизар, тек сен өзіңді басшы, біз Кемальдан айырылып қалдық. Сыла түсік тастап қойды дейді. Оны естіген Гулизар, мен ұлымнан да барлығынан айырылдым, қалайша бұлай болды деп жылайды. Ферман сол кезде жәбір кетті, кішкентай бөбек те кетті, демек қатерді кетті деген сөз ғой дейді. Сол кезде Асаф мырза мен Афет ханым, сен не деп тұрсың, Ферман дейді. Осы кезде Махир анасына қоңырау шалып қалады. Анасы, Махир балам, сен қайда жүрсің, ауруханадан шығып кеткенің не, сен әлі аяққа тұрған жоқсың ғой деп уайымдайды. Сол кезде Махир, анашым уайымдама, менде бәрі дұрыс, мен кетейін деп жатырмын дейді. Қайда кетпекшісің дейді. Мен Анкараға жұмысыммен кетейін деп жатырмын дейді. Ал Жанфиза ше, ол қайда дейді. Сол кезде Махир анасына, анашым, шын өмірде перілер болмайды, олар тек ертегілерде кездеседі дейді. Рашид Орханның алдына келе салып, сен Махирге не айттың деп сұрайды. Мен оған осы операция жайлы билікке тоқтату туралы хабарлағанымды айттым дейді. Менің осы айтқанымның өзі осы істі өзіне қайтарып алуға жеткілікті дейді. Бірақ Махирді ең қызықтырғаны Бористің кім екендігі дейді. Мен оған оны айтып үлгерген жоқпын, бірақ есесіне ол осында қайтып келеді, дәп соны білу үшін келеді дейді. Жанфиза қайғырып бөлмесінде отырады. Осы кезде оның алдына әкесі кіреді. Қызым, саған бір нәрсе болды ма? Ана жақтың барлығын төңкеріп тастапсың ғой, әлде саған Селим бір нәрсе жасады ма дейді. Сол кезде Жанфиза атып тұрып, я әкешім, маған ол не жасамады дейді. Селим әжемнің басына тапанша тақады. Мені алып кетуге Махир келген болатын. Мен әжемнің өмірін сақтап қалу үшін Махирге некемізді бұздым деп айттым дейді. Махир барлығын түсінді. Мен одан айырылдым. Ол менің кімнің қызы екенімді түсінді. Енді мақсатыңа жеттің бе? Осы ма саған керегі дейді. Адам осыншалықты өзінің қызына қатыгез болады ма? Сен сонда мені жақсы көрмейсің бе? Сен менің махаббатымнан айырып, мына маньякқа тұрмысқа бермексің. Осы ма сенің жақсы көргенің? Селим бізді қолында қуыршақ етіп ойнап отыр. Осы ма сенің Күршат келемже екенің дейді. Күршат Жанфизаға, маған қара қызым, Селим өзін жеңдім деп ойласын. Менің өзімнің жоспарым бар. Оның арасында саған айтылмайтын дүниелер көп дейді. Қызым, су қайнап біткенше еш нәрсе тынышталмайды. Сол үшін сабыр ет дейді. Күршат ашуланып Селимнің алдына келеді де оның жағасынан алып, сен менің анамның басына тапанша кесейтіндей кімсің дейді. Селим, тыныштал Күршат, мен сенің анаңа ешқандай зиян келтірген жоқпын дейді. Өз орныңды білмейтін болсаң, мен қызым мен анамды алам да бұл жерден кетемін дейді Күршат. Селим, сенің қызың ана Махирмен кетіп қалмас үшін осылай жасауға мәжбүр болдым, бірақ өз қателігімді мойындаймын, ендігәрі бұлай жасамаймын дейді Селим. Махир Анкараға келеді, сөйтіп ол жерден дереу жұмыс іздей бастайды. Махирдің ойынан Жанфиза еш шықпай қояды. Осы кезде Жанфизаның да бар ойы Махирде болып қатты қиналып жүреді. Тіпті ас ішуден де бас тартады. Мында Селим тойға дайындықты бастап кеткен болатын. Тіпті кішкентай балаға арналған төсек жабдықтарын да алдырып жатады. Оны көріп барлығы да таң қалып отырады. Махир Анкарадағы жаңа жұмыс орнына барып орналасады. Оған жаңа лауазым мен көлік және қару беріп, жұмысқа кірісе беруіне рұқсат береді. Рашид Махирге қоңырау шалады. Махир, саған жақсы жаңалығым бар. Сен қайта жұмысқа ораласың. Яғни мен істейтін мекемеде жұмыс істейтін боласың дейді. Махир, сен өзің зейнетке кетпейтін болдың ба деп сұрайды. Мен сен үшін осы жұмыста қалатын болдым. Сен маған әкеңнен қалған аманатсың. Мен саған көмектесу үшін осында қалдым дейді. Сол кезде Махир, маған берген көмегің үшін көп рахмет дейді. Рашид Махирден сен өзің қайдасың дейді.
Махир, менің басыма түскен жағдайды естіген боларсың. Миымды біраз демалдырып алайын, содан соң жұмысқа әбден кірісемін дейді. Махирмен сөйлескен әңгімесін Селим мен Күршат та тыңдап отырған болатын. Рашид, іс ойдағыдай жүріп жатыр. Мен өзімнің жұмысымды орындадым дейді. Мен Махирді өз бақылауыма аламын дейді. Ал сендердің қаржыгерлерің не болып жатыр дейді. Сол кезде Селим де Күршаттан шынында да қаржыгерге не болды деп Күршаттан сұрайды. Күршат, маған бірнеше күн уақыт беріңдер, мен бұл мәселені шешемін дейді. Жанфизаның бөлмесіне әжесі кіріп келеді де бала жататын төсекті көріп әжесі, мынау не, кімнің баласына арналған заттар бұл дейді. Ал мына киімдерші дейді. Жанфиза болса, білмеймін әже, не үшін әкелгенін түсінбедім дейді. Осы кезде Жанфиза мен әжесінің алдына Селим келеді. Сөйтіп ол әжесіне, бізді жалғыз қалдырыңыз, біз енді ерлі-зайыптылар боламыз дейді. Сол кезде әжесі, саған Күршат қызға жақындама деген жоқ па дейді. Селим әжеге, сен менің өміріме араласпа. Қазір Күршат үйде жоқ, оған қанша қоңырау шалсаң да оны ала алмайсың дейді. Сөйтіп Селим Жанфизаның әжесін бөлмеден қуып шығады. Жанфиза қанша қарсыласқанымен есікті іштен жауып алады. Селим әппақ қанға боялған көйлекті алып, мына көйлекті мен үшін киесің бе дейді. Махирге анасы қоңырау шалады. Махир, балам, қайда жүрсің? Мен сені уайымдап отырмын ғой дейді. Сен қашан келесің, балам? Мына үйде менің жаным сығылып кетті дейді. Қазір сенің жаныңда Жанфиза бар ма деп сұрайды. Сол кезде Махир, жарайды анашым, қазір мен телефонды қоямын дейді. Сол кезде анасы, жарайды ұлым, тұра тұршы, Анкарада не істемекшісің, сен онда біраз жүресің бе дейді. Жоқ анашым, мен Стамбулға келдім, енді осында боламын дейді Махир. Осы кезде көлік ішінде Махир өзінің қаруын алып дайындалып жатқан болатын. Қанға боялған көйлекті кигің келмесе, онда мына көйлекті киіп көрерсің дейді. Жанфиза Селимнің сөздерінен қатты қорқып кетеді. Селим ашуланып, Жанфиза, мен сенен көп нәрсе сұраған жоқпын, осы көйлекті киесің және бүгін түнде менімен бірге боласың дейді. Жанфиза, мен некедегі әйелмін дейді. Солай ма? Олай болса неке қағазың қайда, құжатың қайда дейді. Сен бүгін түнде мендік боласың, өйткені мен оны қалап тұрмын дейді. Осы кезде Махир есікті бұзып кіріп Селимді бірақ ұрып жығады. Селимді әбден соққыға жығып, Жанфизаның қолынан ұстайды да оны сыртқа қарай алып кетеді. Махир мен Жанфиза кетіп бара жатқан кезде олардың артынан Селим қуып жетеді. Сөйтіп қолына қару алып, олардың арттарынан тоқтаңдар деп қару кезеп тұрады. Жанфизаның әжесі де қатты қорқып кетіп, енді не болады екен деп қарап тұрады. Селим олардың бетіне қарап тұрып, Махир, мүмкіндігің болғанда мені өлтіріп тастауың керек еді. Енді тозақта кездесеміз дейді де оған қарап қаруын ата берген кезде Селимнің артынан атылған оқтың дауысы естіледі. Сөйтіп Селим жерге құлайды. Оны атқан Жанфизаның әкесі Күршат екен. Махир мен Жанфиза Күршат мырзаның Селимді атқанын көріп таң қалады. Күршат мырза қызына, Жанфиза, кет бұл жерден, кете ғой қызым дейді. Сол кезде әкесінің айтқан сөзін естіп Жанфиза әкесіне қарай жүгіріп барады. Сөйтіп оны құшақтап алады. Жанфиза әкесін құшақтап тұрып оған алғысын білдіреді. Әкесі, тезірек бұл жерден кет қызым, Жанфиза, кете ғой, бұл жерде саған қалуға болмайды дейді. Қалай ойлайсыздар? Селим өледі ме? Өз ойыңызды комментарийға жазып қалдырыңыз. Келесі бөлім бұдан да қызықты болмақ. Келесі бөлім қызықтарын жіберіп алмас үшін Киноәлем каналына міндетті түрде тіркеліп кетіңіз.